Лағман жасаймыз. Сиыр етін аламыз, оған тұз қосамыз. Қара бұрыш, жүгері крахмалын қосып, соя соусын құямыз. Тоңазытқышта 30-40 минут ұстаймыз. Кейін өсімдік майында етті жақсылап қуырамыз. Оған қытай орам жапырағын саламыз. Тәтті бұрышты қуырамыз. Алып тастаймыз қазаннан. Кейін өсімдік майында пиязды қуырамыз. Кейін сарымсақты қуырамыз. Бұрыш қоспасын қосамыз, қызанақ пастасын саламыз. Соя соусын құйып, паприка және қара бұрыш қосамыз. Ет пен көкөністерді қайта қайтарамыз. Су құйып, 2-3 минут пісіреміз. Лағман дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Дания.